Тышқан жылы туылғандар, олар үсті басын таза ұстап сақ жүреді. Думан той ырду-дырдудан бойын аулақ салуға тырысады. Мінезі тәкаппар, сәл нәрсеге өкпелегіш келеді. Ал сиыр жылы туылғандар ұстамды келеді. Туған туыстарын өзінің қайғысына қатты күйзеліп, кімге болсын көмегін аямайды. Кейде бұл қылығы өзіне зиянын тигізеді. Адамдар бұлардың жақсылығын тез ұмытады. Алайда қиыспасы оған түсіністікпен қарайды. Барыс жылы туылғандар қызба мінезді, ашуланшақ, басқа билік жүргізгенді ұнатады. Еш нәрсеге көңілі толмайды. Бір істі қолға алса, бөгет болған адамдарын ұнатпайды. Оларды беттен алып, ренжітіп тастайды. Қоян жылы туылғандар қорқақ, кез келген нәрседен үрейленеді, сыр сақтауға олақ, маңызды істе өз бетінше шешім қабылдай алмайды, қашанда көңіл күйіне қарай әрекет етеді. Ұлу жылы туылғандар тұйық мінезді, барынша қарапайым, көрінуге тырысатын, бейсал құпияны сақтай білетін, көбіне үнсіз жүруді ұнататын адам. Оның қолынан үлкен істерді атқару келеді. Қай істі де өз ақылымен оңаша шешуге ұмтылады. Жылан жылы туылғандар сырт көзге ұяң, маңызды істерден қашқақтап жүреді. Қойылған сауалға нақты жауап қайтармайды, тайсақтап жауап береді. Басына пәле болып жабысатын нәрсе тілі. Шамына тисе ұяңдығын қойып, шынайы мінез құлқын көрсетеді. Жаныңды жаралап алғың келмесе, жыландардан аулақ жүр. Жылқы жылы туылғандар, олар жұмыс атты сияқты. Жұмыстан ешқашанда жалықпайды. Таң ертеңнен кешке дейін бар тыным таппайды. Әйтеуір күні бойы тыпырлап мазасыз күй кешеді. Қой жылы туылғандар сәр нәрсеге ашуланады, қисайған бетінен қайтпайды. Сондай сәттерде өзіне де, жанындағы жүргендерге де қауіпті. Өзін жарға жығатын мінезі, шешімді тым асығыс қабылдайтындығы. Мешін жылы туылғандар, олар өзіне өзі ғашық жандар. Сән қой, ырду-дырдуды, көп көңілді, бас қосуларды ұнатады. Өзін өзгелерден артық санайды. Тауық жылы туылғандар үй күшік. Үй иелмені қамқор болып, кез келген адаммен тез тіл табысады. Отбасында ақыл-ойы бір басынан жетерлік. Ит жылы туылғандар мінезі сөзшең, талас-тартысты дау-дамайға лезде араласып кетеді. Оны өзі де білмей қалады, алайда ешкімге зияны жоқ. Доңыз жылы туылғандар оңаша табиғат аясында бау-бақшада еңбек еткенді, көңілді кештерге қатысқанды ұнатады. Көп нәрсеге басын қатырмайды. Ол жөнінде көп ойланбайды да. Отбасында бала-шағасы көп болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.